Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін сіздермен асқабақтың денсаулыққа пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Асқабақ асқазаны ауыратындарға таптырмайтын дәрі. Сонымен бірге жүрегі әлсіздерге, түрлі аурудан жүдеп шаршағандарға қуат беретін бірден-бір пайдалы ас. Асқабақтың ішіндегі жұмсақ жерін, яғни етін күйген денеге таңуға да болады. Мұны дәрігерлер де мақұлдайды. Отқа, ыстық суға күйіп қалғандар үй жағдайында асқабақтың сары етін алып таңса болғаны. Мыңда бір ауруға дауа болатын асқабақтың пайдасын айтып тауысу мүмкін емес. Ол көзі нашар көретіндерге, қан аздыққа, семіздікке, несеп жынысы жүйесінің көптеген ауруларына, өт айдауға, бүйрекке, паразиттерді жоюға көмектеседі. Науқастарға жарасын таңуға кеңес береді. Асқабақ көру қабілеті нашарлағандарға, қан аздықтан жапа шегетіндерге көмек бере алады. Құрамындағы жасанды талшықтың арқасында артық салмақтан арылғысы келетіндерде үшін таптырмайтын ем. Асқабақ ағзаны шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп жынысы жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдағыш қасиеті бар және паразиттерді жояды. Достар, бүгінгі сіздерге дайындаған асқазанды шлактан тазалау атты пайдалы ақпаратым ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Қарлығаш, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.